Сарыағаш ауданына қарасты Жібек жолы ауылдық округінде халық заңгер атты республикалық әлеуметтік акция ұйымдастырылды. Акция аясында аудандағы барлық бөлім мен мекемелер жиналып, қоғамдық қабылдау өткізді. Шара барысында түйткілді дүниелер мен жоспарларға қолдау көрсетілді. Нақтырақ алдағы бейнематериалда. Жібек жолындағы жүздесу таңғы сағат 10:00-де бүкіл республика бойынша ұйымдастырылды. Прокуратураның мұрындық болуымен қолға алынған шараға ауданға қарасты бөлімдер және мекеме қызметкерлерінен арнайы мамандар тартылған. Олар ең әуелі тұрғындардың талап арыз тілектерін тыңдап, заңға сәйкес тетіктерін айтып жеткізіп отыр. Келген азаматтардың да айтары әртүрлі. Біріне жер, үй кезегі қажет болса, бірінің полицияда ісі бар. Одан бөлек кәсіпкерлік қолдауды сұрап келген тұрғын бұл шараның берері мол, алған жауабым арқылы келер жылға жоспар құрдым дейді. Мен өзіме қажет мәселе болғанда сол ғой, жаңағы азырақ банктен бірінде не қылып, процентпен несие алып, соны әрекет қылып, әйтеуір балдар жұмыс қылып, кәсіппен айналысса деп жатырмыз, әйтеуір. Бір кәсіп қылса, өздерімен өздері тіршілік қылып, әйтеуір өмірлерін ары қарап жалғастыра береді ғой жастар. Жастар ғой біздің келешегіміз ақыр. Енді жоспар құдай Алла нәсіп етсе, кейінгі жылы әрекет қылып көреміз енді. Февральдан бастап және не болады деп жатыр ғой. Азырақ процентпен алсақ, әйтеуір. Болады, сол енді солардың сол ғой енді. Сол қанағаттар ғой енді. Бұларда сол мерзімін айтты, уақытын айтты, бұларда сол уақытта көреміз Алла нәсіпсе. Жоғарыда атап өткендей, бұл шара республика көлемінде өткізілуде. Басты мақсат сандалған, есік қағып, табалдырық тоздырған азаматтарды ауылына келіп тыңдау. Сол себепті прокурордың қабылдаулары да осындай көшпелі қоғамдық қабылдауларда жиі өткізіліп отыр дейді аудан прокурорының орынбасары. Бұл акцияның басты мақсаты халықтың өзекті мәселелерін тыңдау, бір мезетте шешу, дер кезінде ауызша және жазбаша уәждерін тыңдап, жауап беру көзделген. Қазіргі таңда осы акция Сарыағаш ауданында екі жерде белгіленген. Біреуі Сарыағаш қаласы мәдениет үйінде, екіншісі осы біз тұрған Жібек жолы ауылдық округінде мектепте орын алып отыр. Қазіргі таңда бірнеше азаматтардың өтініштері мен уәждері тыңдалып, нақты жауаптар берілді. Жазбаша беретін шағымдар уәждері алынып, тіркеуге алынып, нақты шешімдер берілетін болады. Бұл акцияға барлық мемлекеттік уәкілетті органдардың өкілдері, басшы құрамы қатысуда. Акция аясында өткізілген халық заңгер атты қабылдауға тек Жібек жолы ауылдық округінің тұрғындары ғана емес, көршілес орналасқан Жемісті және Дербісек ауылдық округтерінің де тұрғындары келді. Жалпы алғанда аталған шарада әр азаматтың бұйымтайы қаралып, тиісті мамандардың ақыл кеңестері айтылды. Мейірхан Бақытжан Режеп Тұрғынбайұлы, Сәтле арнасының жаңалықтар қызметі.